Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз мына Алмалы ауылына келдік. Қазір мына сәулет бөлімінен қызметкерлер келді. Мына су құбырының үстінен салынған үйлердің геопозициясын анықтап, осылар бойынша БТИ-ға запрос жасап, мына кадастрлық нөмірлерін анықтаймыз. Мынандай үйлер бар. Сайды толтырып, үй сап тастаған. Осы берілген жер учаскелерінің бәрінің заңдылығын тексеру керек. Қай кезде берілгені жайлы, кім берген, оны жер комиссиясы ма, ауыл әкімі ма, халықтың сұранысы бойынша. Мысалға, мына жерде электр бағандар тұр. Электр бағандардың қасына да үй салуға болмайды екен негізі, заң бойынша. Осы жер учаскелерде кезінде беріліп кеткен. Халықтың айтуы бойынша бұндай высоковольт бағандардың астына құрылыс жүргізуге болмайды дейді. Центральная көшесінің бойымен жүрміз. Алмалы ауылында жергілікті тұрғындар құбырдың үстінен түскен үйлерді көрсетіп жатыр. Архитектура бөлімінің қызметкеріне. Мына жерден жайлы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бұл жерде де тұрғындардың айтуы бойынша су құбырының үстінен трансформатор қойып тастаған дейді. Осының бәрін тексеру қажет етеді. Жайлы мектеп. Мына осы трансформатор су құбырының үстінен қойылған дейді. Мысалға, мына жер учаскесі көрдіңіздер, мына жаңағы тоқтың бағаны өтеді, мына жерде үйдің үстінен өтеді. Үйге келетін жол жоқ мына жерден бір. Мына ар жағы, мына біреу сай. Бұл жерді делимы қылып кезінде сатып жіберген ау дейміз.